Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, өте керекті мотивация беретін 5 документалды фильммен бөлісетін боламын. Ал менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Айтпақшы достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің 92-93%-теріңіз менің каналымды көретін, тіркелмейді екенсіздер. Алмаған сіздердің тіркелгендеріңіз өте маңызды. Менің каналым енді басталғаннан кейін канал жүргізіп, маған подписчиктардың саны шыны керек, өте маңызды. Маған подписчик керек, былайша айтқанда. YouTube менің видеоларымды ары қарай тарату үшін, көбірек даму үшін YouTube каналым маған сіздердің тіркелгендеріңіз маңызды. Ашығын айтайын. Сонымен достар, кейде барлығымызда болады. Сәтсіздіктерден шаршап жатамыз. Не болмаса, өмірдің қиындықтарынан, сәтсіздіктерінен шаршаймыз. Одан кейін жұмыстан, күйбең тірліктен, күнделікті қайталанып жатқан өмірден шаршап, бір басқа жаққа ауысқын келіп, басқа жерге барғын келіп, басқа адамдармен араласқын келетін сәттер болады. Ол шындық, өмірдің шындығы, менің өзімде де болып тұрады ондай. Сондай сәттерде бізге ең алдымен әуелі Алла, одан кейін жақындарымыздың жаңағы сенім артқаны, жауапкершілік артқаны бізге қажет. Одан бөлек алға қарай ұмтылу үшін, жаңа идеялар бірінен кейін бірі шығу үшін, пайда болу үшін бізге мотивация қажет. Ал сіз мотивацияны қайдан аласыз? Ең бірінші кітап оқисыз, одан кейін деректі фильмдер көрсеңіздер болады. Не болмаса документалды фильмдер қарайсыздар. Не болмаса жаңағы біреудің басынан өткен жағдайын естіп, сол арқылы бір мотивация беретін адамдар болады. Бір өмірінен қиындығынан өткен сәттерді білген кезде сіздер деп кәдімгідей мотивация алып қалатын сәттер болады. Ал мен сіздермен бүгін өзімнің басымнан өткен оқиғамен бөлісіп сіздерге мотивация бермесем де, өзімнің жиі қарайтын, өзім мотивация алатын 5 пайдалы фильммен бөлісетін боламын. Документалды фильмдер, сонымен кеттік. Бірінші, Секрет деген фильм. Секрет деген бұл документалды фильм. Өзім бір аптасына 2-3 рет көрем бұл фильмді. Шын айтқан кезде, үй жинаған кезде, тамақ істеген кезде, қолым бос уақытта боянып жатқан кезде сол фильмді қосып қоям. Аптасына 2-3 рет, ең аз дегенде, кейде одан да көп. Один закон. Притяжение. Тайна заключается в законе притяжения. Мен бұл фильмді сіздерге толық не жайында екен айтпай-ақ қояйын. Сіздер өздеріңіз көріңіздер. Мына видеоның астына сіздерге ссылка қалдырып кетемін. Міндетті түрде өтіп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Одан кейінгі бізде бұл фильм интервью. Бұл бізде привычки успешных людей. Брайан Трейси. Брайан, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о привычках успешных людей. Да. Я начал изучать эту тему больше 30 лет назад, и меня потряс. Полностью изменило мой образ мыслей тот факт, что 95% всего, что мы делаем, является привычкой. В психологии это называется условным рефлексом. Біз бір жетістікке жету үшін, алға қарай қадам басу үшін бізге тәртіп керек. Сізде егер тәртіп болмаса, күнделікті бір уақытта тұрмасаңыз, күнделікті жаңағы спорт, өзіңіз үшін спортпен айналыспасаңыз, кітап оқымасаңыз, миыңызды шынықтырмасаңыз, сізде алға қарай ұмтылыс болмайды. Ешқашан бір маған келет осы деп отырмай, өзіңізді жұмыс жасауыңыз керек. Ол үшін өзіңізді дамытуыңыз керек. Өзіңізді дамытқан сайын сіздің кругозорыңыз кеңейе бастайды. Адамдарды басқаша түсіне бастайсыз. Барлығына басқаша қарай бастайсыз. Сол себепті өзіңізді дамытыңыз. Ол үшін сізге тәртіп керек. Кітапты аптасына 2 рет, 3 рет міндетті түрде кітап оқыңыз. Міндетті түрде аптасына 2-3 рет пайдалы фильмдер қараңыз ютубтан. Жай ғана күнделікті сериал көргеннен гөрі, басқа сериал көре бергеннен гөрі.
міндетті түрде пайдалы фильмдер көріңіз, документалды, деректі фильмдер өте көп. Жаңа тіл үйреніңіз. Айтпақшыдай, жаңа тіл үйренсеңіз, жаңа тіл үйренген сайын ми жаттығады екен. Сіз миыңызды жаттықтырасыз жаңа тіл үйренсеңіз. Мысалға, менің каналымда орыс тілін, шетел тілдерін қалай тез үйренуге болады, қалай тез меңгеруге болады, сол жайында да видеолар бар. Сіз өтіп көрсеңіздер болады. Мен барлық фильмдердің атауларын айтып кетем, бірақ описаниясын толық айтпаймын. Не туралы екенін сіздер өздеріңіз өтіп көріңіздер. Барлық фильм бүгін айтқан орыс тілінде. Сіздер орыс тілін үйреніп жүрген болсаңыздар, менің подписчиктарымның көбі негізінде орыс тілін үйрену, орыс тілі жайында видеолар менен күтеді. Міне сіздерге орыс тілі туралы, орыс тілінде фильмдер. Менен осы жақында бір подписчиктарым сұрады, сіз қандай кино көруге болады, қандай фильм қарауға болады, қандай кино, сериалдар көруге болады. Міне сіздерге пайдалы және де керекті фильмдер орыс тілінде оған қоса. Energy Money үшінші фильм. Бұл фильм ағылшынша, атау ағылшынша болғанмен, негізінде орыс тіліне аударылған. Көрсеңіздер болады, ссылкасы тағы да айтам осы видеоның астында. Бұл фильмді Инстаграмда сатып жатыр. 990 теңге, 890 теңгеден, 1290 теңгеден. Мен осы видеоның астына ссылка қалдырам, тағы да айтам. Неше рет айттым осы видеоның ішінде. Сіздер осы ссылка арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Ақша сізге оңай келу үшін не істеу керек, қалай миыңызды дұрыс бағытқа бұру керек ақша келу үшін, сол туралы фильм. Көп созбайын, көп нәрсе айтпайын, өздеріңіз өтіп көріңіздер. Часть первая. Деньги. Одан кейінгі төртінші фильм бұл «Спринт» деген фильм. Ресейдің түсірілгені, қысқа метражды фильм. Армандар орындалады, егер мақсат дұрыс бағытталса. Арман орындалу үшін мақсат айқын болу керек. Мақсат айқын болу үшін сізде жоспар болу керек. Сол себепті осы фильмді сіздерге көруге кеңес берем. Бұл кішкене психологически ауырлау фильм. Бірден айтам, Ресей елінде түсірілген қысқа метражды фильм. Көріңіздер, өкінбейсіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Актерлердің ойнау, енді актерлік шеберліктері өте жоғары, өзіме қатты ұнады. Одан кейінгі ең соңғы 5-ші фильм бұл Уилл Смиттің. Негізінде барлық фильмдерін көріп шықсаңыздар болады, бірақ 21 день деген мотивационный қысқа метражды 7 минуттық кішкене ғана фильм деуге де келмейді, негізінде 7 минуттық. Соны міндетті түрде көріп шығыңыздар. Сіздерге өте жақсы көмектеседі деген ойдамын. Ты не сможешь победить в войне с этим миром, если не научишься контролировать свой собственный разум. Самодисциплина – вот что действительно приведет тебя к успеху. Осы мен айтқан фильмдердің барлығын жай ғана көріп қоймай, видео фильмдерді, жай ғана көріп қоймай, міндетті түрде өздеріңіз түсініп, бойларыңызға сіңіруге тырысыңыздар. Әр видеодан өздеріңізге керекті дүниені алуға тырысыңыздар. Себебі өздеріңізге тек өздеріңіз ғана көмектесесіздер. Бір орында қатып қалмай, міне жаңа 2021 жыл есіктен уже қағып тұр, 2021 жылы өміріңізді жаңа бағытқа бұру үшін, алға қарай жылжу үшін, басқа адам болу үшін сізге өз-өзіңізге сіз ғана көмектесесіз, басқа ешкім емес. Сол себепті өз-өзіңізбен жұмыс істеуді бүгін бастаңыз. Сонымен достар, міне бүгін 26 желтоқсан, бізде жаңа 2021 жыл
есік қағып уже келіп тұр. Сіздердің барлықтарыңызға 2021 жылы армандарыңыз орындалсын деймін. Отбасыларыңызда тек жақсылық, бақыт, береке болсын, табыстарыңыз мол болсын, молая берсін. Ешқашан мен сондаймын, маған ондай болмайды деп айтпаңыздар. Сіздер өз-өздеріңізге айтыңыздар. Мен мықтымын, менен бәрі қолымнан келеді. Мен тек бастасам болды, бәрін жайнатып жіберем деп айтыңыздар, міндетті түрде. Сол кезде сіздердің өздеріңіз Құранда да жазылған ғой. Жақсы ойласаң, жақсы нәрсе болады. Жақсы ойлауға тырысыңыздар. 2021 жыл сіздердің естеріңізде, мәңгі естеріңізде қалсын. Жақсы жақтармен, жақсы жаңалықтармен. Сонымен достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Күнсая Зұлқақызы. Барлықтарыңызға сәттілік.